Бүгінгі біздің сабағымыз жаратылыстану. Жаратылыстану сабағында жер қаламшары қандай тақырыбымыз. Біз сабақ бастамас бұрын алдымен жер ату сәтін өткізіп алайық. Менген жер шары, төбемізден бір аспан. Аспан орта, күн орта, ортасында бізге барды. Сабақтың мақсаты: жер бетінің ірі элементтерін атау және сипаттау. Алынған нәтижені оқушының таңдаған формада ұсыну. Сабақта сенің меңгеретін жер бетінде қандай болатынын білесің бе? Материктер мен мұхиттардың ерекшелігімен танысасың. Жедел жауап. Сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Жердің қандай қабаттарын білесіңдер? Биосфера не кіреді? Гидросфераны нені құрайды? Литосфера қабығы неден тұрады? Кәне оқушылар, мұқият жауап береміз. Биосфера, гидросфера, литосфера. Енді оқушылар әрине дұрыс жауап бердіңдер. Ол 4 қабаттан тұрады: атмосфера, биосфера, гидросфера, литосфера. Атмосфера ауа қабаттан тұрады. Биосфера тіршілік қабаты. Оларда адамдар, өсімдіктер, жануарлар, құстар және тірі ағзалар тіршілік жасайды. Ал гидросфера су қабаты. Мұнда мұхит, көл, өзен. Литосфера қатты қабат. Ол минералдардан құралады. Ал келесі видеомызға мұқият қараймыз. Жер күннен санағанда 3-ші планета. Сендер әрине жер туралы көп нәрсе білесіңдер. Өйткені ол біздің планета. Жер ішкі планеталардың, яғни күнге таяу айналып жүрген 4 тас ғаламшардың ең үлкені болғанымен, ол күн жүйесінің сыртқы жағына таман орналасқан 4 газды алыптан әлде қайда кіші. Жер сондай-ақ күннен тысқа қарай жүргенде табиғи серігі бар алғашқы ғаламшар және күн жүйесіндегі бір ғана серігі бар жалғыз планета. Жердің күн жүйесі планеталарының арасындағы бірегейлігі ол бетінде сұйық күйдегі суы бар жалғыз ғаламшар. Басқа планеталар не тым ыстық, сондықтан ондағы су түгел буланып кетеді. Не тым суық болғандықтан су мұз болып қатып қалады. Жер күннен 150 миллион километр қашықтықта орналасқан. Сол себепті ондағы температура сұйық суға ие болуға қажетті шамада. Және жерде су өте көп. Жер бетінің 70%-тен астамын мұхиттар алып жатыр. Бұл мұхиттың ауданы құрлықтан 2 еседен астам артық деген сөз. Жерде су өте мол болғандықтан, оны кейде көгілдір планета деп те атайды. Сұйық күйдегі су жердегі тіршіліктің кепілі. Видеода көргеніміздей, жер ғаламшарлы құрлықтан судан тұратын білдік. Құрлық дегеніміз ол материк, су дегеніміз ол мұхит. Жер шарында 6 материк, 4 мұхит бар. Енді келесі мына картаға назар аударайық оқушылар. Жер ғаламшарында мұхиттар мен материктер барын білдіңіздер. Материк дегеніміз жан-жағынан су қоршап тұрған үлкен құрлық жер. Жер бетінде 6 материк бар. Олар Евразия, Африка, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Антарктида және Австралия. Олардың орналасу аймағына қарай әртүрлі болады. Біздің еліміз Қазақстан осы Евразия материгінде орналасқан. Евразия материгі екі дүниенің бөлігінің бірігуінен тұрады. Яғни финикия тіліне аударғанда Европа батыс, Азия шығыс деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл дегеніміз Европаның шығысқа қарай созылып жатыр деген сөз. Австралия материгі оңтүстік деген мағынаны білдіреді. Себебі ол оңтүстік шарты шарда орналасқан. Антарктида материгінің үстін түгелдей мұз жауып жатыр. Оқушылар, сіздер материктермен қатар мұхиттар барын білдіңіздер.
Мұхиттар дегеніміз құрлықтарды бір-бірімен жалғап, ұшыр-қиыры жоқ су кеңістігін мұхит деп атаймыз. Жер бетіндегі су 4 мұхитқа бөлінеді. Олар Тынық мұхит, Атлант мұхит, Үнді мұхит және солтүстік мұзды мұхит. Ең үлкен мұхит Тынық мұхит, ең кіші мұхит солтүстік мұзды мұхит. Және де жер шарында осы мұхиттардың орналасу аумағы әртүрлі. Алып жатқан аумағы әртүрлі. Мәселен, солтүстік мұзды мұхит жер шарының 4% алып жатыр. Үнді мұхит 21% алып жатыр. Ал Атлант мұхит жер шарының 25% алып жатыр. Ал ең үлкен бөлігін Тынық мұхит алып жатыр. Ол жер шарының 50% алып жатыр. Оқушылар, келесі тапсырмада берілген ақпараттың көмегімен материктердің ауданын өсу ретіне қарай орналастыру. Ауданның ең үлкен материк қайсы? Қай материк бәрінен кіші? Біздің еліміз қай материкте орналасқан? Мына сандарды өсу ретімен қойсақ, ең кіші материк, ең үлкен материк атауын білеміз. Қайны ойланып, дәптерімізге жазамыз. Қайны оқушылар, жазып болсақ, құсы бойынша тексерейік. Ең үлкен материк Австралия, Антарктида, Оңтүстік Америка, Солтүстік Америка, Африка, Евразия. Қайны оқушылар, дұрыс па екен? Бәріміз осы бойынша тексеріп алайық. Оқушылар, сабақтың соңында осы сұрақтарға жауап береге. Оқушылар, бекіту сұрақтар. Материк дегеніміз не? Жер бетінде неше материк бар? Мұхит дегеніміз не? Мұхиттарды атап шығыңдар. Қайны оқушылар, кім жауап береді? Ал құрлықтарды бір-біріне жалғап жатқан ұшы-қиыры жоқ су кеңістігін мұхит деп атайды. Жер бетіндегі жан-жағын су қоршап алған мұхит дейміз. Бетінде неше материк бар? 6 материк бар. Үйге тапсырмалайық. Модель жаса. Моделдің көмегімен жер бетінде материк пен мұхиттар қалай орналасқанын ақ қағаз бетіне бейнелейміз. Балалар, сабақ соңында бас бармақ арқылы рефлексия жасайық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.